Армысыз қазақ елі, бүгін біздің қонақта сізге белгілі кәсіпкер, энергетика саласында істеп жүрген азамат Момынбаев Жомарт Байзақұлы. Жәке, қош келдіңіз. Асеке, ассалаумағалейкум. Көп рахмет шақырғаныңызға. Соңғы рет біз сізбен форум өткен кезде соның алдында сұхбат алғанбыз. Өте жақсы сұхбат болды. Енді сол форум өтті, неше түрлі сұрақтар талқыланды. Отандық өндірушілерді біз қолдаймыз деп сол туралы форум өтті. Бірақ қазір қарасаңыз, жалпы энергетика саласында қандай жағдай болып тұр? Өндірушілер, нағыз өндірушілер мен өтірік өндірушілер қалай бұны ажырата аламыз? Көп рахмет, өте өзекті сұрақ. Қазір осы отан өндірушілер туралы қазір жаймен жақсы қозғалыстар басталды. Біздікі қазір энергетика саласындағы сол бір ұлттық жобаны іске асырып жатырмыз. Ана жақта сол ұлттық өндірушілердің жайлы сондай біраз баптар бар қорғайтын. Біз өте үміттенеміз, өте үлкен үміт саламыз. Бізге жақсы уақыт келеді деп ол бір жағынан. Бірақ екінші жағынан нақты қадамдар әлі бастаған жоқ. Қаржы институттерден бастап, оларның қазір ішкі саяси сондай құжаттарды әлі өзгерістер жоқ. Тек қана көп мәнді біз білдіруіміз керекпіз, қаражатты бөлуіміз керекпіз. Сол жобаға, сол жобалардың ішінде отан өнімдер мен сондай жұмыстары 50%-ден астам болғанда. Мен ойлап жатырмын, осындай саяси құжаттарды біз қабылдауымыз керекпіз осы. Меморандум түрінде қабылданады ғой. Бірақ нақты ішке келгенде мен басқа адамдармен сұхбат алып отқанда, мына нормативный документтер ғой, сондай құжаттарда әлі мысалы тендер ұтып алғаннан кейін өзінің субподряд компаниясы дегенде ол қарамайды. Отан өндіруші ме, қай жерде оған қарамайды. Өнім қайдан екен ала береді. Демек, сол құжаттарды үкіметтің қаулысымен бе, немесе парламент арқылы, заң арқылы ма, соны бәрін дұрыстап жазу керек деп ойлаймын мен. Ана жақта шынымен қазір заңдарда, ережелерде ол бәрі жазылған. Енді біз сол жазылғанды біз бағалап жүруіміз керекпіз. Оған толығымен бағынып, сондай шешімдерді қабылдауымыз керекпіз. Заң жағынан, ережелер жағынан ана жақта бәрі жақсы жазылған. Сіз энергетикада жаңартылған қуат ошақтары, сонымен айналысасыз, немесе күн панельдерімен, сол туралы айтып бере аласыз ба? Қазір осы өткен айында бір жақсы, біздің саламызда бір жақсы сондай оқиға болған. Бір жақсы сәт. Ол Харгос, сол шығыс қақпағында сондай экономикалық аймағында бір жақсы өндіріс ашылайын деп жатыр. Сол жел электростанцияның қанаттарды, турбиналарды, мұнарасыны Қазақстанда өндіру және қуат жинақтау жүйелерін Қазақстанда өндіру. Ол өте жақсы көрсеткіш. Қытайдың инвесторлары, Қазақстанның ірі мекемелері осы Қазақстанда болашағы отан өндірушілерге болатын деп сенім аударып, осындай қатты, күшті инвестицияларды құйып жатыр. Ол бар. Екіншісі, қазір осы біздің саламызда біраз аукциондар өтейін деп жатыр. Ана жақта үлкен ірі аукциондар өтуі мүмкін, 500 мегаваттан астам деп сияқты сондай. Ол жақсы мүмкіншілік береді осы біздің саламызды дамуына. Сол аукционда ұтып алғаннан кейін компания дайын болмаса, ол біраз уақыт беріле ме? Осы аукцион алғаннан кейін біраз уақыт ішінде оның бәрін дайындау керек деп. Мысалы, күн станциясы немесе жел станциясын дайындауға. Әрине, ана жақта бәрі қатысушылар осы бәрі ережелерді, бәрі қағидаларды өте жақсы нақты біледі. Мысалы, аукционнан өткеннен кейін, келісім шартқа қол қойғаннан кейін, күн электростанциясына сондай 2 жыл беріледі іске асыру. Жел электростанциясына 3 жыл беріледі, және су электростанциясына 5 жыл беріледі. Осы бәрін жобаларды іске асыру үшін. Ол уақыт, ол жеткілікті деп ойлаймын. Сіздің жобаларыңыз қандай стадияда? Біз қазір 3 сондай күн электростанцияны атқарып жатырмыз. Бірінші жоба ол 50 мегаватты Қырғыз елінде, Есі көлінің жағалауында.
Иә. иә, екінші 20 мегаваттық, иә, Жетісу облысының осы Жаркент қаласының иә, аймағында. Үшінші 1,2 мегаваттық, ол Жезқазған қаласының индустриальный зонаның ішінде. 1,2 аз емес пе ол? Ол кішігерім, бірақ оны да іске асыру біраз күрделі жолдары бар. Иә, оның өйткені үлкен сондай қуат жинақтау жүйелерін біз ана жақта орындауымыз керекпіз. Иә, КГОК-тың айтуынша, иә, сондықтан ол үлкен қаражат, ол былай қарағанда ол кішігерім жоба, бірақ осы жағынан ол үлкен, елімізде бірінші рет сондай салатын болайын деп жатырмыз. Өте жақсы. Енді мына біз күзде референдум өтті ғой. Атом электростанция салсын деп, сол туралы референдум өтті. Нәтижесі белгілі, бірақ қоғамда неше түрлі пікірлер айтылып жатыр. Егер сіз мына энергетика саласында істеп жүрсіз ғой, көбінесе энергетикамен кездескенде көбі қолдап отыр. АЭС керек, атом электростанция керек, балансирующий, неше түрлі пікірлер айтып отыр, аргумент ретінде. Сіздің пікіріңіз қандай? Меніңше, мен жалпы сондай белсенді жақтас емеспін осы жобаны. Қазақстанда қазіргі уақытта оның бәрін салу, біз біраз негативтік салдарыны көреміз. Күтпеген жақтан. Мысалы, қазіргі таңда, мына өткен аптада үкіметіміздің кеңейтілген отырысы өтті. Сонда елімізге қандай экономикаларымыздың ахуалы қандай жарияланды. Біздің кіріс жағынан тапшылығы тапшылық болып жатыр. Ол бір, екіншісі даму бюджеті. Өте аз болып жатыр. Мен ойлап жатырмын, осы даму бюджеті, ол ең бірінші осы атом станциясына біз қарайтуымыз керекпіз. Сондықтан осы ақша шектеулі, енді қай жақтан осы қаражатты табамыз, енді салықтарды көтеріп жатырмыз. Осы референдум болғанда, мысалы, осындай сұрақтар қойылғанда, мысалы, елдің ахуалы, елдің сондай жағдайы төмен болады, біз атом қолдасақ, салықтарды көтеретін боламыз деп сияқты. Сонда ешқандай сұрақтар болған жоқ. Бәрі көбісі сол сеніп, осындай үлкен үгіт, сондай насихат жұмыстары жүргізілген жоғары деңгеймен. Көбісі халық соған сеніп қалды. Бірақ қандай салдары болады? Олар позитивті болады, негативті бола ме екен? Бірақ мен қазір ойлап жатырмын, ол сондай негативті болып жатыр. Өйткені даму жағынан ақша жетпей жатыр. Оны сол КХС дейміз, қосымша салығын көтеруіміз керекпіз. Ол әр жанұяға, әр тұтынушыға ол қиын болады. Ең кемі сол 5-8% оның шығындары өсетін болады. Сондықтан, ол мен ойлап жатырмын, ол бірінші сондай негативті салдары біз бір ай ғана өтті. 1-2 ай деп өтті, осыны куә болып жатырмыз бәріміз. Мен неше түрлі пікір естіп жүрмін сол референдумнан кейін. Кейбір адамдар айтады, мысалы, Павлодар, Семей жақта айтылған каскад гидроэлектростанция, су электростанциясын каскад бірнеше оның бәрін жасағанда, ол бірнеше жыл салынады, 2-3 жыл, ең көбі 5 жыл, бірақ соның тапқан гигаваттары сол салынып жатқан АЭС-пен тең. Сонда АЭС-ті 10-15 жыл салынады дейді. Шыққан шығыны көп, ақша жағынан тапқан энергиясы осынша белгіленген гигаватт. Дәл сол нәтижеге біз басқа жолмен жете аламыз. Мысалы, каскад гидроэлектростанция дейді, жел арқылы, су арқылы, және мына ТЭЦ, Ресей бізге 3 ТЭЦ салайын деп тұр ғой. Сол уақыт жағынан да, қауіпсіз жағынан да жеңілдеу дегендей. Осыған мына сіз қазір айтып жатырсыз, су, жел, күн, көмірмен істейтін ТЭЦ-терге тағы да бізде газ да бар. Ол екі жақтан оның экология жағынан кішкене жағымды болып жатыр. И оның сондай маневренный сондай тәртібімен жұмыс істейді.
иә ол АЭС-те сондай жоқ. Сондықтан мен ойлап жатырмын, иә біздің елімізде иә осындай ресурстар қазір бар, жеткілікті болып жатыр. иә өзіңіз айттыңыз жаңа каскад ГЭС, иә тек қана ана жақта емес, басқа жақта да оны иә мына салуға болады, или жақта да. Енді мына су тақырыбына біз тағы да қозғалсақ, өткен жылы сондай COP29 Баку қаласында өтті. Иә, соған мен де қатысқанмын. Ана жақта біраз мен ойлағанмын, иә, тек қана Қазақстанда осындай апаты болған Арал жайлы. Иә, Арал көлі, Арал теңізі, толығымен мүлдем деп, экологиялық апаты, қазір таяздану сондай болып жатыр. Бірақ сонда біраз сессиялар өтті осы көлдер, су жайлы мәселелер. Ана жақта тек қана Қазақстанда емес, бүткіл бәрі әлемде сондай қиыншылық болып жатыр. Қытай елі, Иран, Мексика, Америка құрама штаттарында ана жақта біз айтып жатырмыз, ілі тұзды көл деп. Ағылшын тілінде ол Great Salt Lake, Salt Lake City деп, сондай қаласы жанында орналасқан. Оларда осы өткен 10 жылдың ішінде судың көлемі 2 есе азайды. Олар қатты сондай суды азайтатын, сондай қарсы, сондай үлкен жұмыс жасап жатыр. Бірақ олар айтқанда 50 шарадан астам, осы су сақтау жайлы 50 шарадан астам. Ана жақта барлық қоғам белсенді түрмен қатысып жатыр. Сенаторлардан бастап, ана жақта ең соңғы сондай балабақшаға жүретін балаға соның бәрін түсіндіріп жатыр, осы оқытып жатыр оларды. Қалай су пайдалану керек, қандай тек қана өнім болса, тек қана осы жергілікті өнім пайдалану керек. Өйткені түскен ақша, оның 1% сондай қорына барады, осы тұзды көлді сақтау үшін. Енді мен сондай сұрақ қозғалдым, өйткені ана жақта Балхаш жайлы, Каспий теңізі жайлы сондай біраз мәселелер көтерілген. Мен сонда сұрадым, қазір мына ана жақта Или өзен туралы Қытай көп су алып жатыр. Ана жақта ауыл шаруашылығы, тұрмыс, және индустриялық сондай мақсаттарымен көп су алып жатыр Қытай жақта. Бірақ бізге Илінің деңгейі, Илінің су азаймай жатыр. Қандай болған, одан да мүмкін көп деп айтуға болады, біраз жылдары келіп жатыр. Ол неге сондай, кім оны түсіндіріп бере алады? Негізі неге сондай деп. Сонда көп сондай су зерттеушілер, мұздықты зерттеушілер айтып жатыр. Ол неге болып жатыр? Өйткені Қытайда орналасқан осы тау мұздықтары қазір белсенді түрімен еріп бара жатыр. Ана жақта сол мұздықтардың көлемінің 30, басқа сарапшылар айтып жатыр, 40% еріп кетті. Тағы да осылай 30-40% еріп кетсе, сонда біз Илінің су тапшылығына куә боламыз. Оған мүмкін 10 жыл керек болады. Өйткені әлемнің, сіз білесіз, жеріміздің температурасы көтеріліп бара жатыр. Әсіресе осы Қазақстанда, осы орталық Азия елдері, біз соның бәрін сезіп жатырмыз. Бірақ осы температураның көтерілуі мұздықтардың еріп кетуінің сол қарқыны өте белсенді түрімен соны жүргізіп жатыр. Сондықтан бізде қазір Иледе су тапшылығы жоқ. Бірақ 10 жылдан кейін біз оның бәрін көретін боламыз. Сіз, мен. Сондықтан біздің еліміз, өзбек елі, осы Арал экологиялық апатымен мына куә болып жатырмыз. Осындай тағы да Балхашпен немесе Каспиймен болуы да мүмкін. Бірақ мен қазір айтып жатырмын, судың көлемі ол азаймайды. Мүмкін одан да көп болады. Бірақ су өтетін, су ағатын, сондай қарқыны, тәртібі ол басқа, мүлдем басқа болады. Мысалы, көктемде қатты судың тасқыны, су сондай сел, басқа сондай болады. Бірақ жаздың күні, бізде судың тапшылығы, құрғақшылық сондай кездері болады.
мына өткен жылы біз су қандай тасқыны болады екен деп көрдік, білдік. Бірақ осындай жағдай қайталуы да өте мүмкін. Таудан немесе осы арқа жерімізде сол Қазақстанның солтүстігінде. Сондықтан су тапшылығы былай жалпы айтқанда ол болмайды, бірақ су тасқынымен және судың сондай қорғаушылықпен сондай болады бізде. Сондықтан біз қазір Балқашта осы атом электростанцияны саламыз деп жатырмыз. Ана жақта осы 10 жылдың ішінде ана жақта сол мұздықтары Тянь-Шань таулардың еріп кетсе қандай су болады? Ана жақта қандай экологиялық апатының бір көзі бар ма екен? Соның бәрін мен ойлап жатырмын, біз зерттеуіміз керек. Біз қазір осы Или өзенінің деңгейіне қарамай, болашақта осы 10 жылдан кейін не болады екен деп. Маған өте қызық, 10 жылдан кейін біз осыны бағдарламаны қарап шықсақ, және Илінің жағдайыны салыстырып, не болып жатыр екен. Болжау орындалды ма екен, орындалған жоқ па екен? Орындалмаса, мен өте ең бірінші кісі боламын, қуанып жүрген. Енді қараңыз, су туралы айтады ғой, енді су енді табиғаттан, Құдайдан берген нәрсе дегенде, ол тегін болу керек деп, біріншіден, екіншіден, кейбір мемлекеттер суды дұрыс қолданбайды деп. Мысалы, Қытай айтып отыр, сіз Қазақстандар суды дұрыс қолданбайсыздар, арық болсын, каналдар болсын, арналардың ішінде ол бетондалмаған емес, ол жердің ішіне сіңіп кете береді. Сонда анау жаққа жеткенше жартысы жерге сіңіп кетіп жатыр деп. Демек, ол дұрыс емес деп. Жасасаңдар, әрбір өзен не болсын, оны бетондау керек, 1 грамм су жерге кетпеу керек деп. Сонда суды сақтап отырамыз деп, Қытай сондай талап қойып отыр. Демек, оған айтқан, Ертіс өзені бар, Іле өзені бар. Солардың сулар Қазақстан кіріп келатыр ғой. Сол үшін Қазақстан азайғанда, оларға талап еткенде, неге азайтасыңдар дегенде, олар сөйтіп айтқан. Сендер суды дұрыс пайдаланбайсың, онысында босқа кетіп жатыр деп. Ол туралы су сақтау жұмыстар қалай өтіп жатыр? Әрине, өткен жылы көп сондай бағдарламалар іске асыра бастады. Осы су қоймаларды құрылыс жақтан, оны немесе сол жаңарту жағынан, ол өте жақсы бір жағынан деп ойлаймын. Екінші, міне қазір сіз осы су арналары туралы айтып жатырсыз, олардың түбіндерінде бәрін ана жақта сол су сақтау, ана жақта сол пленка немесе бетонмен оны бәрін алдымен төсеуіміз керек, су сақтау үшін. Ол да бар. Үшінші, суның құны көтеруі мүмкін деп сияқты, өйткені біз оны үнемдеп жұмсауымыз керекпіз деп сияқты, ол да бар. Енді осы Қытай жайлы сіз қазір айтып жатырсыз, мен Қытайда болғанымда, оларда сол шөлден қалай қарсы жұмыстарды жүргізу керек. Соның бәрін өз көзіммен көрдім. Мен ойлап жатырмын, Қытай ол қазір ең бірінші, әлемдегі ең бірінші ел, сондай қарқынды қаражатты бөлініп жатқан ел осы экология жағынан. Осы жаңартылатын қуатын көздерінің дамуы жағынан, судың, әсіресе ауыз судың тапшылығын азайту деп сияқты сондай керемет жұмыстарды жүргізіп жатырмын. Бір жағынан мен қуанам, біздің көршіміз Қытай елі, өйткені оның технологиялар, олардың сондай ауыл шаруашылық, мәдениеті, дамыған, өте дамыған, олар өз жағынан бәрі істейді, осы тапшылығын жеткізбеу үшін. Және бізге біраз осындай технологиялармен бөліседі. Мысалы, мен осы көп жайлы жалғастырайын бір тақырыбын. Ана жақта сол солтүстік Африкада екі сондай елдері бар. Сенегал мен осындай Чад. Сенегал ол үлкен өзен, Африкадан сол батыс жаққа ағатын. Ана жақта олар бәрі елдер, Мали де басқа, Сенегал, олар тіл табысып, сондай қалай су үнемдеуге болады деп сияқты шешімге келді. Бірақ Чадта
иә сондай шешімге әлі келген жоқ. Сол чаттың суы қазір ол да сондай таязданып бара жатыр. Мына жақта Қытай елі олар өз көлдерін сақтау қалай керек екен, технология, қаражат, осы бәріні саясатын қалай жүргізу керек екен, ол бәрін қазір нақты қолға алып пайдаланып жатыр. Мысалы осы 2 айдың ішінде біз тағы да баратын шығармыз, осы су жағынан шөлдермен қалай осы жарылатын қуатын көздерін пайда қалай тигізуге болады деп осының бәрін сақтауға мүмкін тағы да сол барып технологиялар бәрін көріп Қазақстанға әкелетін шығармыз, мүмкіншілік болса. Ол екінші. Үшінші, осы АЭС жайлы, әрине біз мына жақта энергетика арнада шығып жатырмыз, басқа энергетиктер қазір қарсы шығуы мүмкін. Бірақ мына жақта бізде сондай деректеріміз бар. Мына жылу энергетикасына өткен жылы өте аз адам сондай өтініш берді, сондай оқимын деп. Өте аз мен сондай тіпті министрлік бірнеше жыл сол теплоэнергетика, жылу энергетикаға грант бөлмеген. Сұраныс жоқ, сол үшін грант бөлмеген. Бұл дұрыс емес қой. Грант болмағаннан кейін адамдар бәрі мына ақылы түрде сол жылу энергетикаға түспеген. Енді жылу энергетика ол әр қалада бар, деп айтуға болады. Оларға, бірақ міне енді біз қазір осы атом электростанцияны салайын деп жатырмыз, Балқашта, Курчатовта, немесе Ақтауда деп сияқты сонда әлі білінбеген осы жер, бірақ ана жаққа шақыруымыз керекпіз. Ана жақта кім барады екен, осындай бұл Совет үкіметінің қазір кезі емес, сондай комсомол, партия сондаймен тек қана басқа қаражат жайлы деп сондай әлеуметтік жағдайны көтеру деп сияқты оған бәрі қаражат бөлуіміз керекпіз. Қазіргі осы жағдайда біздің қаражатымыздың тапшылығы болып жатыр. Бола ма екен сондай жағдай? Қазір осы гранттарды біз қазір атом энергия факультеттеріне сондай жіберуіміз керекпіз. Басқа жаңа осындай факультеттер, жаңа мұғалімдер келу керек, осыны оқыту керек деп сияқты сондай. Оған қандай қаражат? Оны біз ойлағанбыз, ол басқа қорынан шығаратын ақша. Бірақ бүгінгі таңда ол шығаратын біздің қалталарымыздан шығаратын ақша. Сондықтан мен ойлап жатырмын, мына ол тағы да біраз салдарын көретін боламыз осы АЭС жайлы. Енді бір емес 3 АЭС салам деп тұр ғой. Соған қаражат қайдан табады? Осы мен айтып жатырмын. Қазір елімізде сол даму бюджетінде қазір тапшылық қаражатының. Сондықтан салық көтеріле ме екен? Әр адам енді елімізде сондай қосымша төлейтін болады. Біздің бюджетімізді толықтыру үшін, мен ойлап жатырмын, бюджетімізді толықтыру үшін біраз басқа жолдар бар. Бірақ неге үкімет осы салық көтеру ең оңай, ең қол жетімді деп ойлаған, соны мен түсінбей жатырмын. Біріншіден мына мемлекеттік жұмысшыларды қысқарту керек. Көріп жүрміз ғой, дамыған елдерде, Швейцариядан бастап, басқа дамыған елдерде госаппарат деді ғой, мемлекетке жұмыс істейтін адамдары аз, бірақ олардың нәтижесі көп. Менеджментті оқыған адамдар біледі ғой, закон Паркинсона деді ғой, Паркинсон заңы, адам көп болғанда оның тиімділігі аздау болады дегендей. Бұл бәріне белгілі нәрсе, 20%, 80% жұмыс істейді, 80% 20% жұмыс істейді. Солай болып тұр ғой. Демек, адамдарды қысқарту керек. Бірінші, мемлекетте істеп жүрген адамдардың санын қысқарту керек. Неше түрлі квази госсектор дейді, солардың да санын қысқарту керек. Оған шыққан жалақы, орын, ол бәрі босқа шығып жатқан нәрсе. Мен ойлап жатырмын, олардың қысқарту мүмкін сондай жолы емес, олардың тиімділігін көтеру. Мысалы, Швейцария жайлы айтып жатырсыз. Швейцарияда сол конституцияның ішінде сондай жазылған министрліктердің саны 7-ден аспау керек деп. Сондықтан оларда 7. Бізде 21 деп.
иә сондай салыстырғанда иә әрине бізде сондай мүмкіншілік тиімділігін көтеру. Тиімділігін біз көтерсек, иә шынымен осындай министрдің иә осындай саны мүмкін керек болмайтын шығар. Иә самұрық қазынаның, бәйтеректің тиімділігін көтерсек, мүмкін сондай иә мекемелер, иә басқа иә керек болмайтын шығар деп сондай ойлаймын. Тек қана оны қысқарту бірінші деп мен қарсымын. Өйткені қазір біраз сондай олардың жасайтын, заңға енгізілген, ол бәрін біз тәртіп сақтауымыз керекпіз. Алдымен тиімділігін көтеру. Екіншісі ары қарай оңтайландыру деп сияқты олардың ішкі құрылымдарының басқа. Сіз Бәйтерек ұлттық қорында жұмыс істейсіз, қоғамдық кеңесінде мүшесі боласыз. Сол туралы айтып бере аласыз ба? Мен шынымен сонда мүшесімін, Бәйтерек қоғамдық кеңесінің. Енді жұмыстарымыз енді бастайын деп жатырмыз. Міне ертең Бәйтерек холдингінің басқарма төрағасымен кездесуі болады бірінші. Бірақ қоғам және біздің қоғамдық кеңесі осы жұмысымызға сондай үлкен үміт атқарамыз бәріміз. Мен мүмкін келесі рет қандай мақсаттарымыз қандай екен, жоспарларымыз қандай екен, олар қалай іске асырып жатыр екен деп сияқты толықтырақ осындай хабар берейін. Бірақ қазір осы жағдайда мүмкіншілігіміз бар, бірақ оны қалай еліміз үшін, қоғамымыз үшін іске асырамыз деп есеп беремін. Мүмкін кейінірек. Мүмкін сондай кеңейтілген кеңестік сондай тыңдаулар болғанда сізді шақырамын. Сонда қараңызшы, қайтадан күн станциясына айтсақ, өйткені менің ойымша біз оны белсенді түрде дамыту керек. Көрші Қытай елінде жаңа жылдың алдында үлкен бір құм жерде, Такламаканда ма, құм жерде үлкен бір күн станциясын салды. Сосын бұрыннан салынған станциялардың тағы да бір нәтижесі сол күн панельдері көлеңке беріп тұрады да, астында жердегі астындағы мына ылғалдылығы су көбейеді, сол жерде шөп өсе бастайды. Шөп өсе бастайды да, сонда бұрын құм болған жерде ендігі мал жайылып жүр. Ол демек, ол табиғатқа да пайдалы. Екінші, аяқ астынан басқа бір күтпеген эффект деді ғой, нәтиже. Өте дұрыс айтасыз. Өткен жылы біз осындай бір шөлге барып зерттеп шыққанбыз. Ол ішкі Монголия, Қытайдың жері, Кубучи деген қаласының қасында. Шынымен ана жақта олар қалай күн панельдерді пайдаланады. Олар сондай жай күн электростанциялар емес, олар көтереді сол 3-3,5 метрге биіктігіне. Ана жақта күн панельдері энергия береді, көлеңкесін береді. Сондықтан сол панельдердің астында шөп ғана емес, ана жақта бәрі картоппен, бәрі ана жақта олар өсіреді. Сол помидор, басқа бәрі, бұршақ, басқа бәрі ана жақта. Сонда мен бір алып көрсем дәмін, тура мен анау 30 жыл бұрын осындай жеміс көкөніс жегенмін деп. Сондай дәмі, күшті, иісі, керемет, сондай осы технологиялар туралы айтып жатыр. Ол шөлге қарсы сондай қандай жұмыстарды жүргізуге болады, ол бірінші күн панельдерді, осындай күн станцияны орнату. Мен өз көзімен сондай станцияларды көрдім, ана жақта пайда бар, жердің құны, ол топырақтың құны бірден өсе бастайды. Өйткені ана жақта ылғалдылығы, ана жақта олар сақтайды. Ол осы жағымен өте дамыған, мен 1 сағат осы туралы айтуға дайынмын, бірақ уақытымыз шектеулі. Біз осы жобаны аралда жүргізейік деп сондай ойымыз болған. Өткен жылы біз қатысқанбыз сондай бір грантқа, Американың бір қоры, Марк Артурлардың, сондай әлемге бір жобаны алайық деп.
бір жобаның құны 100 миллион доллар деп сондай болған. Сонда 1000 өтініш, сондай 1000 сондай жобалар олар жинап шықты. Біз сол 2 турдан өттік. Үшінші турға өкінішке орай біз бара алмай қалдық. Өйткені осы аралға, өйткені ана жақта Индияның өкілдері, сондай Бразилияның, Индонезияның, Непалдың, басқа көп сондай, Американың өзінің көп сондай ұсыныстар келген. Мысалы Индияны айтып жатыр. Біз осы 100 миллион ақша алсақ грант ретінде, біз сондай пайданы 500 миллион адамға тарата аламыз. Тұрақты түрде. Бразилия айтып жатыр, біз 100 миллионға сондай тарата аламыз. Біз ең көбі ана жақта барғанда біз айттық, сондай өйткені аралды сақтасақ, осындай жасасақ, біз ең көбі ана жақта сондай 10 миллион деп, тікелей адамға ана жақта бәрі түркмен елі, таджик, өзбек, қырғыз, қазақ, ана жақта Азербайжан, соның бәрін алғанда сол 10 миллионға сондай сондай олар қарады, мына жақта мына мысалы, осылай біреулер осындай вакцина, туберкулез қарсы, осындай ауру қарсы деп, осындай Африкадағы, ана жақта Нигерияда сондай медициналық көмек жасаймыз, ана жақта 200 миллион сондай пайда көреді деп. Сонда бірақ біз осы сіз адам саны көбек. Осындай жағынан біз ойлағанбыз, Қазақстанда осыны, орталық Азияда осындай бір күн электр станцияны орнатайық. Аралды сақтау жағынан, аралды ана жақта қазір ана жақта тек шөл, ана жақта қандай өсімдік ана жақта апарып қандай тұқымды алып баруға ана жақта болады деп өсіруге сондай зерттеу жұмыстарыны бәрін анау өндірілген қуатыны желіге сатамыз, сол алған ақшаны салық, жалақысын, зерттеу жұмыстарын бәрін қаржыландырамыз деп сияқты сондай ойларымыз болған. Бірақ өкінішке орай біз осы грантқа қазір, бірақ біз ойлаймыз, мүмкін 2 жылдан кейін осындай тағы да бағдарлама болса, біз міндетті түріне қатысамыз. Біз енді қалай қатысатын жолдарын бәрін білеміз. Қандай құжаттарды толтыруымыз керек. Өйткені ана жақта өте көп сарапшылар біздің құжаттарымызды зерттеп шықты. Мына жақта бірақ біздің елімізден барша министрліктер, министрлер өздері осы жобамызға өте күшті қолдау көрсетті. Экология министрлігі, су министрлігі, денсаулық сақтау министрлігі. Біз осы министрліктеріне хат жаздық, қысқа уақыттың ішінде сондай күшті қолдайтын, сондай хаттарды алғанбыз, осы қорға жібергенбіз. Мысалы, біздің жобамызды қорғайтын министрліктер осы ресми деңгейде осы күшті сондай қызығушылығын білдіріп жатыр деп. Сол қағаздармен 2-ші этапты ұтып алдық, бірақ 3-ші этап, ана жақта қаншама адамға осы пайдалы болады дегенде біз кішкене сонда. Түсінікті. Ал енді Қазақстан ішіне кірсек, мына Қазақстанның енді жері үлкен, табиғаты әртүрлі. Бір жерде мысалы ормандар болса, солтүстікте, шығыста, оңтүстікте құм көп, басқа не көп. Сонда мына күн станциялары қай жерде? Тек қана оңтүстікте істей ала ма, немесе солтүстік жақта да істей ала ма? Өйткені қыстыгүні қар дегендей бар, оны тазалау керек. Әрине осы жағынан күннің иррадиациясы, ол әрине оңтүстікте 1,5 есе көп деп айтуға болады. Ана жақта қазір өйткені тариф бойынша қазір сондай станциялар оңтүстікте салынса әрине көп энергия өндіреді, көп ақша табатын болады, және осы инвестиция, салған инвестицияны өтеуге сондай мүмкіншілік болады. Сондықтан ең жақсы ол оңтүстік және осы батыс, жағы Маңғыстау деп айтуға болады. Солтүстікте жел көп. Сондықтан ана жақта сол жел электростанцияны орнатуға ол өте қажетті деп ойлаймын. Жалпы мына энергетика саласында кадр мәселесі не істейміз? Кадр болғанда бұрынғы
энергоинституттың 50 жылдығына бардық, сонда сөйлестік. Сонда біраз үлкен кісілер кетіп жатыр, орта буын дайындалып жатыр, бірақ аздау жетіспейді. Ендікі үлкен қаражат энергетика салысып жатыр. ЖКХ ұлттық жобасы бар, модернизация 13,5 триллион ақша бөлінейін деп жатыр. Соған сонда істейтін адамдар бар ма? Жеткілікті ме? Оны қалай дайындауға болады? Мына жақта мына енді білім беру, университетте, мына мұғалім жағынан тапшылығы, және осы оқушылар бар ма екен, студенттер бара ма екен. Мен ойлап жатырмын, қазір студенттер көп барып жатыр. Өзім тәжірибеммен айтайын, мен қазақ британдық сондай институттың, техникалық институтте сондай жасыл технологиялардың, жаңа материалдардың сондай мектебі бар, сондай индустриалды комитеті бар. Сол индустриалды комитетін мен төраға болып табыламын. Қазір студенттер көп деп келіп жатыр. Ана жақта қазір мұғалімдер, оларға сол білім беретін, сабақ өткізетін, сондай кішкене тапшылығы сондай болып жатыр. Осы жағынан. Ол бір. Екінші, менің ойымша, ол қазіргі уақытның сондай тапшылығы болып жатыр. Осы 5 жылдың ішінде осыны біз бір жағынан жалақысын көтереміз. Осы саламыздың. Екінші жағынан студенттердің жас өспірімнің қызығушылығын көтереміз. Өйткені энергетика олар бәрі қазір көріп жатыр. Биткоин өндіру үшін энергия керек. Жасанды интеллект істеу үшін энергия керек. Осында электрокар, электросамокат жүргізу үшін энергия керек. Мұны соткамен, басқамен пайдалану үшін энергия керек деп. Сондықтан осы энергетика жағынан меніңше қазіргі ең жақсы алтын заман келейін деп жатыр деп толығымен сенемін. Жақсы. Жақсы. Онда сізге жеке көп рахмет. Неше түрлі сұрақтарды көтердік. Әрине, энергетика саласы ол бітпейтін тақырып, ол туралы сөйлеу беру керек. Мына біздің жарық арнамызда көптеген сұрақтар айтып жатырмыз да, айтамыз да әлі. Сізге сәттілік тілеймін. Өйткені сіздің жасап жатқан жобаларыңыз өте маңызды. Нәтижесін көріңіз, жемісін көріңіз. Сізге рахмет. Ал құрметті көрермендер, өз пікірлеріңізді жазыңыз, белсенді түрде лайк қойыңыз, және осы видеоны таратыңыз. YouTube-ты заңын білесіз, YouTube осындайды жақсы көреді. Сол үшін сіздің лайк пен комментарияңыз, пікірлеріңіз өте керек бізге. Қолданыс, энергетика саласы өте маңызды. Оны білесіз. Сізге рахмет. Жеке көп рахмет. Сәттілік тілеймін.